Hoş geldiniz bayısına. Toylarınız kutlu olsun. Әрине, Алаштың жүріп тұру қағидасы жазған, аты Алашқа мәшһүр болған Абай атамыз айтқан ғой. Құдайдан қорық, пендеден ұял, балаң бала болсын десең, білім жолына соңғы малыңды да аяма деген. Құдайға шүкір, ағам мен жеңгем Құдайдан қорыққан, пенденің барлығын сыйлай білген, пенденің алдында басы иіліп тұратын, баласы үшін бар жиған тергенін шаша білетін ағам мен жеңгемнің тағы да қуанышы құтты болсын. Құдайға шүкір, іздеріңіздің енді Қайсар балаларыңыз келе жатыр. Құдай қаласа Қайсар енді 2-ші сыныпты тамамдады. Құдай қаласа Қайсар да алтын белгінің иегері атансын деп бір қосылды. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Енді бір қапталға тұрайық. Мен ортаға қошемет құрметпен бірінші Венераны шақыртып беріп тұр. Әрине жаңа тілге тек қылып жатырмыз. Сонан бері тура 11 жыл бұрын Венераны Майя әжеміз қолынан ұстап, номері 87-ші алтын ұя мектептің табалдырығына тартқызды. Сол кезде Венераны қолына алғаш шәкірт қылып қондырған ұстазы ортамызда Мархабат апайымыз шақырайықшы. Мархабат апайымызға қол соғып қошемет білдірейік. Келіңіз Мархабат апай. Ерекше шақырып Мархабат апайымызға. Келіңіз Мархабат апай. Шәкіртіңіздің бір қапталында тұра қойыңыз. Еңбексіздігі. Енді 6 жасар бүлдіршін мектепке аттаған кезде аны да бұны да үйрететін ұстаз болған ұрмет ағайын. Еңбексіздігі енді осы кісінің жанына, апайымыздың жанына Венерамызды мінеке алтын ұя мектептен ұшырған өзінің мінеке сынып жетекшісін ортаға шақырайық. Фарид апай, қол соғып, қошеметімізді аямайық. Келіңіз апай. Венера бақытты қос ұстазы жанында ендеше бүгінгі әлем аспанын демей ақ қояйын. Біздің әлемнің аспанын, Әйдербектің аспанын, Сексеуілдің аспанын, түгелдей Шанхайды, Сексеуілдің қуанышқа енетіп жатқан алтын белгі иегері Венераны қос ұстазымен қошеметпен ортамызға шақырайық. Ортаға шабанатымызға қошеметпен. Аман болыңыздар. Міне мектебің мынау классың, осында 10 жыл тұрасың.